Құрметті қалайық, ертеде батырдың қалқаны туралы, анасы туралы әңгімені айтардан бұрын бүгінгі заманның әйелдерінің кейбір нұсқасына арнайы тоқталам. Елуге келген жасын көптің алдында құттықтап, жалаңаш жүрген әйел қауымын көрдіңіздер ме? Көріп жүрсіздер. 50 жасын қалай құттықтады? Ақ балтыр, ақ санымен, жын жыбылыстармен азғындалған қоғам ретінде өзін паш етіп көрсетіп жатыр. Ана образы қалай? Ал оған жауапты біз бермейміз. Ал біздің айтарымыз, кешегі ана қалқан қалай еді? Мына әңгімені тыңдаңыздар. Ертеде бір батыр болыпты. Жау шапса ел үшін, жер үшін найзасын ұстап, қалқанын ұстамайды екен. Жұрттың сіз неге қалқаныңызды ұстамайсыз деп сұраса, батыр елім жерім үшін қалқансыз-ақ жауымды жайпай берем деген екен. Шынында қуат беріп, елін жерін қорғап жүреді екен. Күндердің күнінде сол батырдың анасы қайтыс болыпты. Ол заманда балапан басымен, тұрымтай тұсымен болған заман. Жау шапты деген хабарды естіген батыр найзасын алып атқа қонып шауып бара жатып, қайта үйіне келіпті. Үйіне келіп маған қалқан беріңдер депті. Өмірінде қалқан ұстамаған батыр еді. Бұл ісіне қасындағы батырлар аң-таң болып, «Уа, батыр көке, сіз өміріңізде қалқан ұстамаған батыр едіңіз, неге қалқаныңызды сұрадыңыз?» десе, сонда батыр былай депті: «Менің қалқаным анам еді. Мен соғысқа аттанғанда үйде отырып, менің тілеуімді тілейтін, аман есен келсе екен деп. Сол анам дүниеден өтті. Енді өз қалқанымды алып, өзім қорғанбасам болмас» деген екен. Уа халайық, бар отбасында аналарыңыз, қалқандарыңыз аман болсын. Егер қалқандарыңыздан айырылып қалған болсаңыздар, ол кісінің жақсылығы сіздерге жұғысты болсын. Қазіргі отбасының қалқаны, балаларыңыздың анасы аман болсын. Сүйікті қыздарыңыз аман болсын. Өйткені бүгін қызым демесең ертең ана, ертеңіне қызыңның ерте қара. Олар келеді өмірге қуанышпен, ертеңді жалғайтын ұрпақ ала. Бүгінгі қыз, ертеңгі ана. Ал бүгінгі сіздің үйіңіздегі балалардың анасы, ертең әже. Осылай сабақтасатын дізбектеулі өмірде әйел затының орны бөлек. Өзгені айтпағанда, қазақ елі алғаш тәуелсіздік алғанда, елді аман сақтап қалу үшін, отбасын асырау үшін әйелдер қауымы қандай ерлік істеді? Ала қалта көтеріп, базар аралап, бала шағасын тентіретпеді. Сол отбасыдан өнген ұрпақ бүгінгі қазақ елінің азаматтары. Ал тәуелсіздік үшін күрескен желтоқсан құрбандары Ләззат Сәбираны айтпау үлкен кінә. Бүгінде сондай батыр қыздарымыз бар. Аналарымыз тіптен елдің мұң-зарын көтеріп жүр. Бүгінгі қазақ әйелдеріндегі тектілік қайдан келді? Кешегі ардақты әулие аналарымыз Домалақ ана, оның қызы Қызай ана, Абақ ана, Гауһар ана, Бопай ханым, тым арыға барсақ Тұмар патшайымға дейін пернелей береміз. Дана халқымыздың қыз өсірудегі тәрбиесі өте қатаң. Қызға 40 үйден тиім. Қызды ар ұятымның иесі деп өсірген. Қоржыны алтын ғасыр, көшпелі мәдениетке толы қазақ қыз тәрбиесіне қатаң келгенмен, еркелетуге келгенде алдына жан салмаған. Аяулы қыздарын өкілі тақиясымен көш алдына жорға аттарды мінгізіп мәпелеген. Ол жат жұрттық қой деп, өз отбасында еркін өсуіне ерекше жағдай жасаған. Соның әсерінен болар, қазақтың қызы ар ұятты болған. Бүкіл әлем бұл жағын мойындаған. Бұған куә есік тереземіз қымтаулы, ар ұятпен өмір сүріп жатқан қазақ айдынына тым жалаңаштау, сайқы мазақ, жыртық жамау батыс мәдениеті енгенде, ақсақалды аталарымыз бен ақ самайлы апаларымыз қатты шошынды. Сол қорқыныштары бүгінде ақиқатқа ұласты. Кейбір қыздарымыз жерге аунап жүр, билеп жүр. Кейбірі орамал тағынып қалыпқа түсті. Ал тағынбағандары әлі сол кіндігін көрсетіп, көп алдында ербеңдеп жүр. Біз не дейміз? Келе жатқан 8 наурыз ертеңгі мереке әрбір әйел затына құт берекесін алып келсін. Құрметпен YouTube арна керек дерек. Мен Қанатбек Ермек. Әр қазақ бай намысты болуға хақылы.